Института президентства, некогда Казахской... Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы кітапханасында Президенттік институт Қазақстан Республикасының саяси жүйесін модернизациялаудың негізі атты дөңгелек үстел өтті. Дөңгелек үстел қатысушылары Президенттік институттың қалыптасуы мен дамуындағы Нұрсұлтан Назарбаевтың рөлін конституциялық реформалардың жүргізу контекстінде Қазақстан Республикасындағы саяси жүйені институциялау мәселесін талқылап, Президенттік институт этносаралық және конфессияаралық келісім мәдениетін сақтаудың және қазақстандық қоғамның рухани дамуының негізі, елбасының сыртқы саяси бастамалары Қазақстанның қауіпсіздігі мен тұрақтылығы қамтамасыз етуші және оның халықаралық мәртебесі мен беделін көтеруші фактор тақырыптарын ортаға салды. Дөңгелек үстел шарасына елбасы кітапханасы директорының орынбасары Ботагөз Қайыпова, еліміздегі Ресей, Әзербайжан, Беларусь мемлекеттерінің төтенше және өкілетті елшілері, мемлекет қайраткерлері, экономика ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылық ғылымдары академиясының академигі Өмірбек Байгелді, елбасы кітапханасының жетекші ғылыми қызметкерлері, саяси ғылымдарының докторы Ләйлә Иватова мен тарих ғылымдарының кандидаты Сағындай Бердагулова тағы басқалары қатысты.